Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, бір жасағаннан ақ шығатын және де осылай тесік-тесік болып шығатын құймақтар жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі 2 жұмыртқа арнайы ыдысымызды алып, жұмыртқамызды саламыз да осылай езілгенше араластырып алатын боламыз. Миксердің көмегімен немесе венчиктің көмегімен жасасаңыздар болады. Одан кейін осылай құмшекерімізді саламыз. Шамамен ас қасықпен 3,5 қасықтай салатын боламыз. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, көбірек салып жіберсеңіздер де ештен кетпейді. Оны да осылай жұмыртқамен ерігенше араластырып алатын боламыз. Одан кейін ақырындап тұзымызды саламыз. Тұзымызға да 1 шай қасықтың ұшымен қана салсаңыздар жеткілікті. Тұзымызды ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай жасасаңыздар өзі бірден шығатын болады. Одан кейін сүтімізді, яғни бөлме температурасындағы сүтімізді құямыз. Оны да бір араластырып жібереміз. Одан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымызды да кезек-кезек сүт екеуін салып отыратын боламыз. 3-ке бөліп, 4-ке бөліп, осылай салып араластырып отырсаңыздар, сұйық масса болып шығады. Басында осылай қоюланып, бір тігіртік болып шыққанымен араластырған сайын бір келкі массаға келетін болады. Осылай сүт пен ұндарыңызды кезек-кезек құйып салып отыру арқылы құймағымыздың салмасын жасайтын боламыз. Мінекей. Сүттеріңізді 3 бөлікке бөліп, бірден құйып жіберсеңіздер де болады негіз. Бірақ осылай видеодағыдай кезек-кезек құйып істеген өте ыңғайлы, әрі ішінде ешқандай да іртік-іртік болып қалмайды. Сондықтан мен осылай жасаймын. Осындай масса болған кезде біз артынан қайнап тұрған суымызды құятын боламыз. Сол кезде осындай масса пайда болады, сұйық болып. Ыстық суды неге құясың десеңіздер, жаңағындай тесік-тесік болып, әрі жұмсақ болудың бір құпиясы осы ыстық суда екен. Одан кейін ең соңғында осылай сұйық майларыңызды құясыздар. Ас қасықпен 3 қасық шамамен құйып жібересіздер және оны араластырып, кішкене 1-2 минутқа қойып қойсаңыздар, өзі бір-бірімен араласып, жақсы бір масса пайда болады. Одан кейін табаларыңызды қыздырып, ары қарай құймақтарыңызды пісіре бересіздер. Мінекей 1-2 минуттан кейін осылай табаларыңызды отқа қойып, ең бірінші пісіргенде сұйық май жағып жіберсеңіздер болады. Одан кейін пісірген сайын жағудың қажеті жоқ. Өйткені бұл арнайы құймақ пісіретін таба болғаннан кейін жағуды қажет етпейді. Мінекей менде ең бірінші блинчиктерім бастапқысы осылай шықты. Одан кейін әдемі болып, осындай болады менде ылғида. Басында осындай болады да, одан кейін 2-3 пісіргеннен кейін барып осылай әдемі болып пісіп шығатын болады. Кішкене қолдарыңыз үйренгеннен кейін осылай біркелкі әдемі болып пісіп шығады. Менің қолымда телефон тұрғаннан кейін аунатып бергісін түсіре алмай қалдым. Осындай әдемі, өте дәмді болып құймақтарыңыз шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әртүрлі вареньемен, қаймақпен, творогпен жесеңіздер болады. Ас болсын.